Сәлем достар, бүгін сіздермен күнделікті қолданып жүрген қасық, шанышқы, шай қасықтарымызды тазалайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай май, яғни кірлері бар. Бүгін сіздермен бірге осы қасықтарымызды үй жағдайында тазалайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа барлығын салып алыңыздар және үстінен көп мөлшерде барлығы батып тұратындай етіп су құйыңыздар. Және осы суды отқа қойып 20-25 минут шамасында қайнатамыз. Яғни қайнаған уақытта 2 ас қасық шамасында ас содасын саламыз. Ас содасын салар уақытта бөліп салғандарыңыз дұрыс, тасып кетуі мүмкін. Міне көріп тұрғандарыңызда 20-25 минут қайнатамыз. Осы уақыт аралығында қасықтағы майлары өздері суға еріп түседі. Еш қиындықсыз дәл осылай жасасаңыздар болады. Енді барлығын тағы да бір средствомен жуып тазалап алыңыздар. Және де ағын суда тағы да шайып алғандарыңыз дұрыс. Ешқандай қиындықсыз үй жағдайында дәл осылай тазалап алсаңыздар болады. Міне ешқандай майы жоқ, тап-таза жылтыраған қалпында тұр. Видео пайдалы болса, міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Міне бұл қасықтың сарғайған, яғни май емес, бұл қасықтың өзінің узорлары. Ешқандай май, кір қалған жоқ, барлығы тап-таза.